Алла жаныма жақын бір анадан туған апайымды, ағаларымды, анамды, өзім жақсы көрген қызды, Зухраны сақтап жүр. Досыммен қоса мені де сақта Алла. Сыйластық болсын бастарында бір-біріне деген адам. Бұл сөздерді шығарып айтқан Еркебұлан Оразаев 11.01.1989. Бұл сөздер басқаның сөзі емес, менің сөзім. Адамдар, шатыспаңдар. Мейірім. Ақша табылатын ақшаға қызықпаймын. Мен көрінші осы әлемнің ақшасын түгел көріп тұрсам да, қолым жетіп ұстағанша ұстап мен ол ақшаны бір өзіне жеткізе алмаймын. Соны біл, әлемнің ақшасын берем десе, мейірімді көрмей өтсең деп айтса, маған келіспеймін. Сонда да мен үшін түкке де тұрмайды. Әлемнің ақшасы жанында мейірімге айтқан Еркебұлан Оразаев 11.01.1989. Жалпы қыз бала ішіндегісін сыртқа қандай да бір эмоционалды жағдайлар арқылы шығарып отырғысы келеді. Сондықтан да мына қыз балаға кейде иығын тосатын ер азамат керек, кейде бауырына басатын әке керек, кейде оған іздеп кеп жағдайын сұрайтын аға керек, оның бір тірлігін тындырып беріп отыратын бауыр керек. Қыз баланың қай кезде де қамқоршысы ер азаматтар. Сол әкеге еркелеп өссе қыз балаға, кейін оның өмірі жеңілдейді. Ер азаматпен отау құрған кезде де ол тез тіл табысып кетуге, соның жүрегін баурап қылығын көрсетуіне мүмкіншілігі көбейеді. Ал енді өкінішке орай баршамызда ондай бір құшағын жайып тұрған әке бола бермеуі мүмкін. Бірі өмірден өтіп кетті, бірі тағдырдың талайына ұшырады.